Бүтін Украинаның интернетнің қапланмасы қында бейяннаме Мариупольде дор телефон ағы тарафындан бірінші ятырымжылар форумында имзаланды. Донецк вилаятының жебе янындаки шәрді Девлет Рехберлігі бүтін Украинадан келген ерлі кемиет векеллері ондан ғайры Украинаве эджниби иш адамлары топлашты. Тедбірі Think Invest in Ukraine деп адландырылды. Оның эссас вазифесі мемлекет иқтисатының ғайрыдан тікленілмесі үшінді чоқ халқара ятырымлар желп еттірмек ве Донбассны күчлі иқтисаси регионға чевірмек. Форумның ачылышында Украина президенті Володимир Зеленский чықышта болынды. Оның қайд еткеніне көре форум мемлекетінің иқтисади инкешафы үшін күчлі темел олажақ. Шахсен мен әрбір ятырымжыға оқырчыланacak деп сөз берем. Якын заманда бірчоқ ятырымжылар үшін файдалы олған шirketlер хусусилештірілежек ве энергетика аланларда çalışma үшін эффектив қайделер яртылacak. Эминім, якын заманда біз мемлекетімізні иқтисади тарафтан пек күчлі япармыз. Эсас көстергічлер деп бұны таздықлай. Екінші ярым елда бізім көстергічлеріміз умуми ичкі көстергічіміз 4-6%-ға көтерілді. Келечек елда Украина иқтисади инкешафына дайыр халқара тешкілетларының тахминлері де эйлешті. Украина dünya бизнес жедвелінде 7 ноқтаға көтерілді.